Осы соттың нәтижесі не болады? Мына билікке фантазия жасап жаңа екінші спектакль қояды дедім ғой, спектакль екінші қойылымы. Ол қойылымға жаңа Байбек дегенді кіргізді. Осы соттың нәтижесі де дәл сол сияқты болады. Мамайға ештеңе болмайды, не штраф, немесе қамау сияқты әңгімелер оған қатысты емес. Себебі оның иммунитеті мықты ондайға. Жоғары жақтағы ағашқалары оны не допустят, чтобы оны қамағаны, сөйткен бүйткені. Мамайдың имиджі өседі. Сонда Мамайдың беделі артады, себебі аузына келгенді оттайды, ақыры одан политический жертва болып шығады. Ол Мамай осы соттан жаңағы саяси жертва болып шығады. Ол жертва, мен жертва болдым, политическая жертва болдым. Ал ондай болса, мәңгір сендерге аштық жариялаймын деп, ол өзінше аштық жариялап, өзін сондай бір керемет қылып көрсетеді.